6 жастағы немеремді аяусыз қорлағандардың жасаланғанын қалаймын деп студиямызға Ақтөбе қаласының тұрғыны келіп отыр. Қалай көрем мен көрмеймін. 2 жыл болды ұйықтай алмаймын. Сол күні 17 мартта соңғы групповой изнасилование болған. Ер адаммен жыныстық қатынасқа кіргенін айтады. Зорлаудың болғанын анық аңғарамыз. Зорлық көрген бала немесе қыз өзінің денесін қабылдамайды. Не жалпыса да ақша беріп жатып тұрған жерде ойладым. 2 жыл болды, ешқандай әділдікке жете алмадым. Қылмыстық істі әбден бұрмалаған. Қадағалау органы ол прокуратура болып табылады. Прокурор айыптау актісін қол қоймай жатыр ғой. Апай, біз вообще білмейміз, оны танымаймыз, вообще көрмеген оқушы неге олай айтып жатыр дейді. Ата, балаңыз кінәсіз болса неге қашасыз жауаптан? Ол 2 жылдан бері нағылған мен білмеймін. Жаңа маусым дүйсенбі күні КТК-да.